Алиев Калилла Жақсылықұлы 1958 жылы 20 қаңтарда оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданы Үшқайық ауылдық округінде дүниеге келген. Калилла Жақсылықұлы 1965 жылы өзі туылған ауылдағы нөмірі 4 орта мектептің 1 сыныбына оқуға барады. 10 жылдық мектепті 1975 жылы тәмамдап, еңбек жолын Шымкент қаласындағы фосфор зауытында жұмысшы слесарь болып бастаған. 1979 жылы Алматы қаласындағы Каспийге тарих, қоғамтану, советтік право негіздері мамандығы бойынша оқуға түседі. 1984-1986 жылдар аралығында Ресей Федерациясының Тver қаласында әскери борышын өтеген. Оқуды 1987 жылы бітіріп, педагогикалық еңбек жолын Мақтаарал ауданындағы Қоғалы мектебінде тарих пәнінің мұғалім болып бастаған. 1988-1990 жылдар аралығында Түркістан қаласындағы нөмір 12 Қаныш Сәтбаев мектебінде тарих пәнінің мұғалім болып қызмет атқарған. 1990-1999 жылдар аралығында Отырар ауданы Балтагүл кеңшарындағы Ақкөл негізгі мектебінде директорлық қызмет атқарады. 1991-2014 жылдар ішінде қаламыздағы нөмір 18 Жұмабек Еділбаев мектебінде мектеп психологы, оқу ісінің меңгерушісі қызметтерін атқарған. 2014 жылдан бастап мектебімізде мектеп директоры қызметін абыроймен атқарып келеді. Бағдарлама қонағы қазіргі таңда отбасылы, 3 қыздың қамқор әкесі, 1 немеренің сүйікті атасы. Арманы өзі өсіріп отырған перзенттерін биік шыңдардан көру. Мақсаты білім саласында аянбай еңбек ету. Өмірлік ұстанымы адал болу, тура жолдан айнымау. Марапаты облыстық қалалық мақтау қағаздарымен, ауған соғыс ардагерлер ұйымының сауап медалымен марапатталған.